Әділет департаменті бұл органның құзырына ауқымды қызметтер кіреді. Басты міндеті әрине халыққа құқықтық қызмет көрсету. Біз бүгін оның ішінде нотариаттық қызметке тоқталмақпыз. Экономикалық реформаның нарықтық қалыптасуы мен халықаралық байланыстың ұлғаюы жағдайында азаматтық құқықтық қатынастардың нығаюына нотариаттың ықпалы күшейеді. Жер, меншік, жекешелендіру, кәсіпкерлік қызмет туралы жаңа заңдардың жүзеге асырылуына байланысты нотариат растайтын құжаттардың ауқымы едәуір кеңейеді. Мүліктік сипаттағы мәмілелерді шетелде пайдалануға арналған құрылтай шарттарын, жарғылар мен құжаттарды рәсімдеу ұлғаяды. Тиісті нотариалдық қызмет көрсету проблемаларының шешімдерінің бірі жеке нотариалдық кеңселер ашу жолымен жүзеге асырылуға тиіс. Бүгінде Қызылорда облысында 124 нотариус қызмет көрсетеді. Олардың жұмысын реттейтін және бақылайтын бірден-бір орган ол әділет органы. Нотариустардың барлығы 1997 жылы 14 шілдеде қабылданған нотариат туралы заңды басшылыққа алып жұмыс жасайды. Уақыт талабына сай заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Негізгі өзгеріс нотариатты жария құқықтық институт деп тануға негіз болды. Яғни мұндағы басты мақсат нотариус мәртебесін көтеруге бағытталды. Ол өз кезегінде нотариустарға не берді? Атап айтсақ, нотариаттық палатаға ену кезінде жарнапұл төлеу жойылды, конкурстық іріктеу жойылды, нотариаттық палатаның өкілеттілігі кеңейтілді. Қызмет барысында мемлекетіміздің елтаңбасы бар мөрді пайдаланып, мемлекеттік қызметті растау мүмкіндігін берді. Және айта кетейік, нотариус санына квоталау институтын жою ел президентінің әкімшілік кедергілерді азайту туралы тапсырмасынан туындап отыр. Бүгінде барлық нотариустар бұрынғы нотариаттың ақпараттық жүйемен жұмыс жасауда. Бұл кез келген құжатты куәландыру кезінде алаяқтыққа жол бермейді. Осы ақпараттық жүйе жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу ісінде құжатқа бір күннің ішінде қол жеткізуге жол ашты. Яғни меншікке қатысты құжатты осы нотариус кабинетінде отырып алуға болады. Бір сөзбен айтқанда, жүйе нотариус қызметінің үйлестіру процесін оңтайландырды. Нотариус сондай-ақ медиатор қызметінде атқара алады. Яғни нотариуске татуластыру рәсімдерін жүргізу құқығы берілді. Сондай-ақ атқарушылық жазба жасау құқығы нотариаттық іс-әрекет қатарына енді. Атқарушылық жазба өндіріп алушыға тиесілі белгілі бір ақша сомасын борышкерден өндіріп алу немесе жылжымалы мүлікті талап ету туралы нотариустың өкімін білдіреді. Атқарушылық жазбалар негізінде берешекті өндіріп алу даусыз тәртіппен жүргізіледі. Борышкер атқарушылық жазба табыс етілгеннен кейін борышкер тарапынан қарсылық болмаса сот орындаушыға орындауға ұсынылады. Яғни бұл тараптар арасында берешекті даусыз шешу жолы нотариустар тарапынан нотариус жұмысының кеңейтілгенін көрсетеді. Енді нотариаттық қызметті кім атқара алады деген сауалға жауап берсек. Нотариат туралы заңға сәйкес, жасы 25-ке толған жоғары заң білімі бар, заңгер мамандық бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар, нотариуста кемінде 1 жыл тағылымдамадан және әділет комиссиясында аттестаттаудан өткен, нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы нотариус бола алады. Бір сөзбен айтқанда, нотариус заңның салтанат құруына дәнекер, құқықтардың және құжаттау тәртібінің сақталуына ұйытқы болып отырған тұлға.